Қымбатты да аяулы аналар, қыз келіншек нәзік жандар. Сіздерді сегізінші наурыз халықаралық әйелдер мерекесімен құттықтаймын. Өздеріңізге және отбасыларыңызға амандық, денсаулық, баянды бақыт пен абырой тілеймін. Көктемнің шуақты күндерінде құлпырып, қуанышты күндеріңіз көп болсын. Әйел деген өзің шыққан негізің, әйел деген жүзіп жүрген теңізің. Әйел деген қамқоршыңда, жарыңда, әйел деген өз қосағың негізің. Дүниедегі ең кемеңгер дананы ана табады, бағады. Сол үшін де құдіретіне бас иіп, қадірлейік қасиетті ананы. Әйел қыздар, сендер көктем гүлісін, ақындардың әнге қосар жырысын. Ұрпақ жалғап, өмір жалғап адамға, ғасырларға жалғасады бұл ісің. Сұлу сыңғар күн нұрынан жаралған шапақтан бәйгемге таралған. Гүлдеріне жаз күнін ұқсайсың, орындалсын жүректегі бар арман. Құтты болсын аналардың мейрамы, жарқыраңдар жаз күнінде жайдары. Мерекесі бұл көктемнің алғашқы, бақыт берсін әр көктемнің айлары. Осы айтқаның бәрі дұрыс анықшын, сын дейтін адам болса қалықсын. Әйел деген болса теңіз өмірде, сен толқынға шыдамайтын қайықсың. Құттықтаймыз аналарды, қыздарды, мерекеден шуақты бір іс қалсын. Olsun herkes bugün kutludur, nurun şaşkın мерекеге өнерлер. Дүниеде ең кемеңгер дананы ана табады, аялайды, бағады. Сол үшін де құдіретіне бас иіп, құрметтейік қасиетті ананы. Гүлдей болсын өміріңіз, нұрға толсын көңіліңіз. Биік болып жұлдыздан көктемдей құлпырып, бақыт қонсын басыңызға, қолдап жүрсін тәңіріңіз.